Бір мезетте 300 адам марафонға қатысты. Елордалықтар Конституция күнін осылай ерекше атап өтті. Қатысушылардың жас шамасы әртүрлі. Арасында 60 алқымдап, 70-ке таяп, 80-нің сеңгіріне шыққандар да бар. Ал бас қаланың кішкентай тұрғындары отан, ел мен жер тақырыбында ән күйлерін арнап, астаналықтардың көзайымына айналды. Қаз-қатар тізілген елордалықтар ата заң күнін осылай тойлап бастады. Мерекеде қарап жатпаған астаналықтар орталық саябаққа келуді жөн санапты. Іздегенге сұраған дегенде мұнда скандинавиялық жүрістен марафонда өтіп жатыр екен. Тіпті арнайы жаттықтырушы бұл ерекше спорт түрінің қыр-сырын да үйретіп бақты. Осылайша бас қаланың тұрғындары Конституцияның күнін тойлап қана қоймай, салауатты өмір салтын насихаттауға тырысты. Спорттық шараға 300-ден астам азамат қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұнда жеңген де, жеңілген де жоқ. Барлығы үздік. Өйткені қатысушылардың арасында жасы да, жасамысы да бар. Спортқа қарай жақындатқызу керек адамдарды үйден шығарып, сол диваннан тұрғызып, келіп, парктарымыз бар, сабаяқ дейміз. Оған келіп, қатысып, көріп, біз 7 қалада өткізіп жатырмыз ондай шараны. Бізде әртүрлі жастарымыз бар. Ең үлкені біз Петропавловск көрдік 88 ақсақал болып еді. 88, 70, 60-тан аз жоғары, 50-ден көріп жатыр, 50-ден адамдар жастан көп. Жас балдар қосылып жатыр өте көп қазір бізге. Одан соң қала тұрғындарын кішкентай өнерпаздар қуантты. Конституция күніне бүлдіршіндердің де дайындаған концерттік бағдарламасы бар екен. Әнде айтылды, би де биленді. Қазақтың қара домбырасы мен күй де шертілді. Бізге бүкіл адамдар қарап күлімдедік. Сосын біз өте қатты қуанып, домбыра тартып бердік. Біз әрқашан күліп ойнап жүре берейік. Әрқашан осылай мен сияқты биік жарыстарға қатысып жүре берейік. Әрқашан күлімдеп ойнап жүре берейік, биіктерден көріне берейік. Балақайлардың мерекеге тартуы қала тұрғындарының көңілінен шықты. Өскелең ұрпақ ата заңның қадір қасиетін жас жүрегімен ұғына алса, біз үшін қуаныш дейді олар. Бүгін Қазақстанымыздың алтын заңның туған күні. Сол заңның құрметіне осы жерде концерт ұйымдастырылып жатыр. Соны қызықтап тамашалауға келіп тұрмын семьямен. Әрқашанда осындай бейбітшілік заман болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Дастархан толып тағам болсын. Біз қарттар сол қызықты көріп, өміріміз ұзағынан болып жүре берейік. Өз кезегінде елорданың кішкентай тұрғындары да бүгінгі айтулы күнге орай жүрек жарды лебіздерін жолдады. Көк туымды қолыма бүгін берік ұстадым, түсті бақыт жолына, менің Қазақстаным. Мерекелік концерт қазақ эстрада әншілерінің өнерімен жалғасты. Елдос Есенбол, Роман Расулов, КТК, елордадан.